Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады, алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Сіздермен бірге Жаңғадау арнасы пайдалы ақпаратты соңына дейін көріп, каналға тіркеле кетіңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді одан сайын шабыттандырады. Халық медицинасында қарбызды шемен мен сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Оның құрамы темірге бай. Қаназдық, анемия кезінде де пайдасы көп. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі. Дәрігерлер жаз айында артрит, қант диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатыны дәлелденген. Қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамындағы С, А дәрумендері адам ағзасына пайдасы мол. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып сусын ретінде қолдануға да болады. Осыншама пайдасына қарамастан, қарбыздың зиянды тұстары да жоқ емес. Қып-қызыл, тым тәтті қарбыздар да денсаулыққа зиян. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсіресе қызыл болмау керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрып қалған қарбызда адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады. Сондықтан қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн. Көп адамдар қарбыздың дәнінің көп болмағанын дұрыс деп ойлайды. Алайда бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндерінің көп болуы оның табиғи ортада өсірілгенін аңғартады, және қарбыздың дәндері ақ емес қара қоңыр түсті жетілген болуы керек. Қарбызды пісіп-піспегенін тексеру үшін сауда орындарында белгі салдырып кескен соң қарбызды 1 сағаттың ішінде жеу керек, әйтпесе тағамдық құндылығын жойып кетеді. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Жаңғадау арнасы. Бүгінгі ұсынылған ақпарат пайдалы болды деген сенімдеміз. Каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз.